Range Rover жаңарғанда бәрі ойбай не деген керемет дизайн деді. BMW X7 шыққанда көлеміне таң қалып, таңқиған танауына күлгендер болды. Mercedes-Benz бәріне жауап ретінде GLS-ті ұсынып, VIP шаттл амплуасында бәсекеге түсті. Олжас, постоянно бірдеңке сөйлеп отырасың сен. Офиске бұрылда, жарты сағат күте тұр мені. Окей, босс. Шолу жасап үлгереткен ғой. Рұқсат етем. Бірақ абайлап жүр, қымбат көлік. Есікті ашып беруге рұқсат етіңіз. Рахмет, көріскенше. Менде дежавю ма, осындай шолуды бір жерден көрген сияқтымын. Қас колеса KZ-те. Баршаға сәлем. Арнаға жазылып, лайк басып, қоңырауды басып қояйық. Бүгінгі шолу Mercedes-Benz GLS 450-ге. Кеттік. Сіздер Mercedes-тің қай моделіне шолу күтіп жүргендеріңізді мен жақсы білем. Егер осы видео 50 000 лайк, 10 000 коммент жинаса, Gelenwagen туралы мықты видео түсірем. Келістік пе? Негізінде GLS пен X7 туралы ақпарат көп. Mercedes өз кроссоверлерін 2006 жылдан бері модульді платформаға отырғызып келе жатыр. X7 мен GLS ортаңғы тұстағы тіреуішіне дейін X5 пен GLE бауырларын қайталайды. GLS тұмсығы бір түрлі X7 мен салыстырғанда интеллигентті көрінеді. Ішінде жайлылық мол, бункерде отырғандай тыныштық, жас үлкен ағадай алшаң басқан жүрісі сабырлық береді. Multi-beam LED оптикасының әр шамында 100-ге жуық диод орнатылған, салондағы амбиенттер жанғанда құдды бір лаунж барда отырған сияқтысың. Машина керемет жасалған, сөзсіз. Еннеге сатылымы төмен, кәрі Lexus пен X7 басы бозды, тіпті Range Rover жақсы сатылады. Биыл 250 дана LX иесін тапты, ал мынандай сұлудың 50 ғана байға теген. Mercedes қымбат. Базалық нұсқасы 45 миллионнан басталады да, Andromeda галактикасына кете береді опцияларын қоссаңыз. Дегенмен LX-тің базалық нұсқасы 43 миллионнан басталады. Айырмашылық үлкен емес, айтарлықтай. Toyota мен Lexus-тың индекстері қазақтың ДНК-сында бар шығар мүмкін. Технология тұрғысынан қалып қойған Land Cruiser әлі жақсы сатылып жатыр ғой өйткені. Мына мәселені де естен шығармау керек. Mercedes-ің не құрылым қымбат болса, сол құрылым тез арзандайды. Біздің халық көлікті өз үшін емес, келесі клиент үшін сатып алады ғой. Алдыңғы панель мен ортадағы консоль таныс па? Модельдердің унификациясы үшін SUV-лердің барлығында орындалу бірдей. Алайда түстермен ойнатуға болады. Төбесін ақ қылам десеңіз мархабат, бұлғардағы мына тігісті қызыл қылам десеңіз өз еркіңіз. Бәлкім AMG нұсқасын қалайтын шығарсыз, 63 деген индекспен. Майбах версиясынша, ол да мүмкін. Заманымыздағы ең үлкен Mercedes-тің бірі. Класстағы ең үлкен панорамалы шатыр. Класстағы ең мықты дыбыс изоляциясы. GLS жоқ деген сөзді ұқпайды. Рас айтам, бұда дауыс ассистенті бар ғой, бірақ қазақша түсінбейтін жаман. Привет, Mercedes. Чем могу помочь? Радионы қош. Чем вам можно помочь? Радионы қошшы дейм. Не могли бы вы это еще раз повторить? Депутаттардың тілімен айтайын. Включи радио. Вуаля, меніңше дауыс ассистентінен гөрі BMW-ның ишара түсінетін жүйесі ыңғайлырақ. Дегенмен, немістер мультимедианың графика тұнықтығы мен көрсетілім анықтығы жағынан бәрін басып озды. Ақылды MBUX жүйесін тачпадтың, тачскриннің және мультирульдағы батырманың көмегімен басқаруға болады. Айтпақшы, навигацияға кіргенде Алматының картасы әп-әдемі көрініп тұр. Қазір біз Марков көшесіндеміз. Жүргізушінің алдындағы 11.6 дюймді аспаптар панелінің көркемдік дизайнын
мультирульдағы түйменің көмегімен таңдауға болады. Классикалық, прогрессивті, байсалды және менің сүйіктім спорттық. Mercedes-Benz SUV сегментінде 7 моделімен танымал. GLA, GLC, GLC купе, GLE, GLE купе, GLS және G-класс. Атауынан жаңыласың, Бұл 7 қарақшы сенің ақшаңды алып, комфорт пен ләззат сыйлайды. Бізде 22 дюймдік AMG дисклері, соның өзінде машина жұмсақ жүріп келе жатыр. Капоттың астында 367 аттың күшін беретін 6 цилиндрлі мотор, сол баяғы 3 литрлі турбо M256. Мерседеске жасаған 3 жолуында бірдей қозғалтқыш былай қарап отырсың. Сондықтан капотты ашып та қажет емес деп санаймын. GLS кроссоверлердің S-классы атануға лайық па? Тексеріп көрейік, көкем сияқты артта жайғасатын уақыт келді. Есігі үлкен болғандықтан паркингте жанында тұрған машинаны оп-оңай ұрып жіберуге болады. Неге қоршау жасалмаған, Шкода Кодиакта бар нәрсе ғой, 15 миллиондық. Ал көрейік. Жоқ. S-кластың деңгейіне тартпайды. Ұзын дөңгелек базасының арқасында әйтеуір аяққа орын жетеді. Жалпы GLS бизнесменнің көлігі емес, бала-шағаны тасымалдауға арналған автобус сияқты ғой. Әйтпесе не үшін ортада планшет қойылады? MBUX системасына әрең қосылатын. Саяхатта қоғымдар Angry Birds ойнасын деп орнатқан шамасы. QI стандарт бойынша телефонды сымсыз қуаттауға болады. Бір шағын бокс, ұсақ түйек заттарға арналған. Және мына жерде шемішкенің қалдығын лақтыруға арналған бөлімшесі бар. GLS-та 4 аймақтық климат бақылау. Мерседестің барлығында мынандай фишка бар. Температураны таңдауыңызға қарай амбиенттер түсін өзгертеді. Суық болса көк, ыстық ауаны таңдасаңыз қызыл болып жанады. Супер, S-класспен салыстырғанда қызығы көп емес. Төменгі комплектациясының орындығы Artico былғары алмастырушымен қапталғанын айта кетейін. ROV деп аталатын шынайы былғарысы да сұмдықтан қалдырмады. Айдаһардың терісі сияқты. Екінші қатар орындығы сәл жылжиды, электро жетегімен екен. S-класстағы сияқты шағын стол қайда? Жұмыс істеуге арналған. Үшінші қатарға өту үшін мына тетіктен тартып қаламыз және жарты сағат күте тұруға тура келеді. Климат бақылау аймағы қайда? Мерседес инженерлері BMW-ге отырып көрмеген ба? Және 5-ші климат бақылау аймағы бар. 5-ші, Карл. Оның орнына USB-лерді қаптатамыз деп ойлаған ғой. Мына жақта екеу, ан жақта екеу. Жалпы 8 Type-C санадым машинаның ішінде. Және бірде-бір Type-A жоқ. Мерседестің соңғы модельдерінің барлығында дерлік 48 вольттық стартер генератор қойылып жатыр. 22 аттың күшін беретін EQ Boost стартта қатты көмектеседі. Маған бұл жүйе өте ұнады. X7-ге шолу жасадым ғой жігіттер. Енді осы екі модельдің айырмашылығын айта кетейінші. X7 жолаушыға емес, жүргізушіге көбірек арналғандай. Ал GLS-ке отырған кез келген адам өзін әкесінің үйіне келгендей жайлы сезінеді, рахаттанады. Макс, солай ма? Солай. Достар, мен жақсы машина көрсем, балаша қуанам. Бензин құюға келгенбіз ғой, жай тоқтадым. Қасында Tesla Model S тұр. Біздікі де әдемі көлік, GLS 450. Ана жерге қарасам, ВАЗ 21011 тұр. Қараңыздаршы, Алматыда көліктердің алуандығы көз қуантады. Ана жақта қызық Ford тұр. Онда көрсіз сауғы болады. LX 570-терін қаптады. Камриді айтпай қояқ. Mazda, Merz. Жалпы кайф. Жоғары отырғандықтан айналадағы барлық нәрсе көрінеді. GLS-тің ұзындығы 5 метрден асады ғой. Айнаға қарасам, артқы терезе 20 метр қашықтықта орналасқан сияқты. Бұл нағыз автобус. GLS аяқтың қимылын жақсы түсінеткен. Өткенде X7 мен қалай қиналғаным естеріңізде шығар. Жарты сағат бетіп Шаолин монахтар құсап тұрдым ғой. Былай істейсің, былай істейсің. Батырмалардың көмегімен үшінші қатар орындықтарын түсіріп тастаймыз. Сол кезде
1,5 литрден астам бос кеңістік пайда болады. Мына жақта не бар? Екінші қатарда түсіріп тастаймыз. Ірі көлемді габаритті заттар болса, мына батырманың көмегімен пневманың артқы жағын түсіріп тастаймыз. Өте ыңғайлы. GLS-тің ұзындығы 5/2, ені 1/8, ал биіктігі мына рейлингсіз 1960 мм. Байқаған шығарсыздар, AMG етегі жоқ машинаның, есесіне AMG дискілер. Алдыңғы тежеуіштері перфорациямен 6 поршынды суппорттар да бар. Все, что хотел твой старший брат, просто Мерседес, новый Мерседес, новый Мерседес. Все, что хотел мой младший брат, просто интерес, просто интерес, просто интерес. Мен дилердің сатушысы емеспін. 50 миллиондық мерс алыңдар деп тықпалап жатқаным жоқ. Миссиям техника туралы айтып беру және жастарды осындай көлікке ынталандыру. GLS-ке мінгенде біраз саты жоғарылайды екенсің. Жолда ешкіммен тірескің келмейді, асығыстық жоқ, бензинге уайымдамайсың, өйткені GLS-тің иесі үшін сұйық отын проблема емес. Мұнайды өзі өндіреді ғой. Егер қызық болса айтайын, бұл 100 шақырымға 11 литр жейді аралас циклда. Сонымен тоқетері, машина бағасына лайық. Теорияда кез келгеніміз GLS сатып аламыз. Ұрлық жолмен емес. Біліммен, ақылмен, алғырлықпен, тапқырлықпен. Өмір кезеңдерден тұратын ойын сияқты ғой. Шартын бұзбай, кедергі еңсеріп, сынаққа төзе білсең, жаратушы осындай приз береді. Басыңа байлықты үйіп төге салады. Ниет түзу болса. Келесіде көріскенше бауырым. Сен бізде, біз